Қазіргі ақша билеген нарық жағдайында жалғыз ғана жалақымен өмір сүру өте қиын, тіпті мүмкін емес. Өйткені инфляция жыл өткен сайын өсіп бара жатыр, баға қымбаттап бара жатады. Осындай жағдайда жалақы қанша жоғары болса да жетпейді бәрібір. Бұдан құтылудың жолын енді әркім өз бетінше қарастырып жатады. Біреулер 2-3 жерде жұмыс істейді. Енді біреулер бизнеспен айналысқысы келеді. Дегенмен де бизнеспен айналысуда екінің бірінің қолына келмейтін қиын шаруа. Көп адамдар енді сол кредит алады, жалақымен әйтеуір жан бағады. Амалсыздан жалақымен жан бағып отыру керек. Бұндай жағдайда енді барша адамдарға қолжетімді бір тәсіл бар. Ол инвестиция. Мысалы, дамыған шет елдерде халықтың 60-70-80%-ға дейін тіптен инвестициямен айналысады екен. Мысалы, Америка халқының, Батыс Европа халықтарының, мысалы Швейцария халқының 70%-ы өздерінің депозиттерінің өсімімен күн көреді екен. Жұмыс істемей-ақ күн көреді. Көп адамдар сол депозиттің немесе құнды қағаздарының өсімдерімен, тапқан ақшасымен жақсы бақуатты өмір сүріп, ешқандай жұмыс істеместен саяхаттап, қыдырып, көңіл көтеріп жүреді. Бұл шет елдерде үйреншікті жағдай қалыптасып қалған. Бізде өкінішке орай бұл жағы әлі кенжелеп қалған жағдай. Сондықтан да мен бүгін инвестиция тәуекелін қалай азайтуға болады, қалай инвестициялауға болады, қандай нысандарға инвестициялаған ақшаның дұрыс деген мәселелер төңірегінде әңгіме етпекпін. Мен сіздерге тағы да мысал ретінде өзім бір жылдан бері жұмыс істеп келе жатқан Visa деп аталатын депозит бар, есепшот, соны көрсеткім келеді. Неге десеңіз, мінекей мынау менің аккаунтым, кабинетім. Мысалы, менде 2 есепшотым бар, соның біреуі мынау. Мына жерде мінекей доходность деген бар. Доходность дегенді бассақ, мінекей мынадай бет ашылды. Мынау биылғы жылға доходность. Бірінші айда январьда 0,81% болды өсім. Февраль айында 2,25% болды, өте жақсы өсім болды. Енді осы депозит адамдарға қанша өсім береді, не әкеліп жатыр, соған мен кішкене тоқталып, содан кейін сол негізде инвестиция тәуекелін қалай азайтуға болады деген мәселе төңірегінде әңгіме етпекпін. Мынау 2018 жылға көрсеткіш. Мынау көріп отырсыздар алдарыңызда. 2018 жылға мысалы январь айында 0,86 болған, февральда 2,52 болған. Мына осылай өсіп 0,18, ең соңында жылдың соңын 22,6% өсіммен аяқталған. Бұл валютамен. Мен өзімнің жаңағы ақшам, бұнда салынған ақша евромен тұр. Сол евромен 22% өсім берді. Өткен жылы 22% өсім берді. 2017 жылға қарайғанда 2017 жылға жалпы өсім 23,39% болды, тіптен жоғары болды. Ал 2016 жылға қарасақ, мінекей 23,44% болған. Бұныкі 2017 жылдан да жоғары болыпты. 2015 жылға қарайық 24,68%, тіпті 25%-ға жақындап қалыпты. Міне осылайша өсім жыл сайын бола береді. Мына жерде бассақ, мінекей мынау жылдар тұр. 2014, 13, 12, 11, 9 осылай кете береді. Бүкіл жылдардың бәрін көріп шығуға болады. Бұнда компания 20 жылдан астам уақыт бойы жұмыс істеп келе жатыр, табысты жұмыс істеп келе жатыр. Өздері осылай жыл сайын кем дегенде 20-25% көлемінде өсім береді. Қазір көбінесе адамдар осы интернет арқылы жаңағы 50%, 100% өсім береді деген жобаларға сеніп ақша салып, ақшаларынан айырып қалып жатқан жағдайлары бар. Сондықтан да бұндай жобалардың бәріне олар сенімсіздікпен қарайды. Көп адамдар сенімсіздікпен қарайды. Бәрі лохотрон, қаржы пирамидасы деген сөздерді айтып жатады. Енді сол жаңағы алаяқтық жобалардан шынайы ақша түсіретін инвестициялық жобаларды қалай айыруға болады? Және мынаған осындай инвестицияның тәуекелін қалай азайтуға болады деген мәселе төңірегінде әңгіме етпекпін. Қазір мен мысалы осыған кішкене осы Visa есепшоты арқылы талдау жасап көрейік. Қазір
2015 жылдан бастайық. Мысалы 2015 жылы 24,68% өсіпті. Бұл ақшаны компания қайдан алып отыр? Енді төмен түсейік. Мінекей компанияның тапқан табысының қайдан түсіп отқаны мына жерде бәрі көрініп тұр. Мынау шеңберде мысалы түрлі бояулармен көрсетіп тұр. Мынау акция европейский компания дейді. 15% ақшасын компания европалық компаниялардың акцияларын сатып алуға жұмсапты. Мынау 24% фьючерс на энергоносители дейді. Яғни айтқанда энергия тасымалдаушы компанияларға құнды қағаздарын сатып алған. Бұлардың құнды қағаздары ешқашанда төмен түспейді, көбі көтеріліп отырады. Мынау товарный рынок дейді. Яғни айтқанда кәдімгі өтімді тауарлардың рынок, соған ақша салған екен. Мынау интернет бизнес стартапы дейді. Жаңа жобалар, интернет бизнестегі жаңа жобалар. Развивающийся рынки дейді, недвижимость дейді, 9% ақшасын, 10% ақшасын почти сол жаңағы жылжымайтын мүлікке салған екен. Акция Америка құрама штаттарының компанияларының акцияларына 7% жұмсаған екен. Міне көріп отырсыздар, осындай акцияларды сатып алу арқылы компания сол ақшаларын сондай түрлі жобаларға орналастыру арқылы жақсы табыс тапқан. Сол табысты олар өздері ғана алып қоймай, мынау салымшылармен бөлісіп отыр. Сөйтіп бөлісіп, соның арқасында ақша тауып жатыр. Енді мінекей 2016 жылы көрейік. 2016 жылы 23,44% өсіммен аяқтаған екен. Енді бұнда мінекей бизнес стартап дейді. Интернет бизнес стартапқа жаңа жобаларға 29% ақшаларын 29% соған салып дейді. Мынау акция европейский компания дейді, 14%. Товарный рынке 11%, недвижимость 15%, бұл жолы жаңа жылжымайтын мүлікке көбірек ақша салыпты. Развивающийся рынке дейді 14%. Мына жерде американский акция дейді 7%. Міне осылайша ақшаларын түрлі салаларға орналастыру арқылы компания жыл сайын жақсы табыс тауып келе жатыр. 20-25% өсім әкеліп отырады жыл сайын. Көріп отырсыздар, жаңағы биыл енді мінекей 2019 жылы басталды. Мына жерде әрі компанияның қайда салып жатқаны көріп тұрған жоқ. Әзірге енді 2 ай ғана өтті. Мінекей 2 айдың ішінде 3%-дан астам табыс түсірді, 3,6% табыс түсіріпті. Жыл аяғына дейін ол кем дегенде 20%, 25%-ға дейін өседі деп өз басым үміттеніп сенемін. Өйткені компания 20 жылдан бері осылайша дамып келе жатыр. Енді біздің отандық банктер, мысалы, отандық банктерге біз халықтар көпшілігі сенім артып жатады. Депозитке ақша салып жатамыз. Мемлекеттік жаңағы кепілдік те бар. 10 миллион теңгеге дейін, мысалы, ақшаңызға қайтарып алуыңызға мемлекеттік кепілдік бар. Осыған қарап, отандық жаңағы депозиттерге, банктерге ақша салып біршама бір қауіпсіз сияқты сезіледі, бірақ өкінішке орай шын мәнінде олай емес. Өйткені отандық банктердің өзінде қарап отырсаңыз, мысалы, біріншіден беретін депозит өсімі өте төмен. Мынау жаңағы валютамен 20-25% беретін болса, біздің отандық банктер 14%-дан артық өсім бермейді, теңгемен. Ал валютамен 1%-дан артық өсім бермейді. Содан кейін отандық банктердің арасында, мысалы, банкрот болып жабылып қалып жатқандар көп. Өткен жылы Астана деген банк жабылды, тағы бір банк жабылды. Соған ақша салған көп адамдар әлі күнге дейін ақшаларын ала алмай қиналып жатыр. Өсімі түгіл, өздерінің салған ақшаларын ала алмай қиналып жатыр. Мықты деген Цеснабанктың өзі қалт құлт етіп, мысалы, әйтеуір мемлекеттен ақша алып, қожайындарын өзгертіп, басқа біреу сатып алып қалды. Біз мықты деп санап жүрген Казкоммерцбанкті Халық банкі жұтып қойды. Осылайша, мысалы, біздің отандық банктердің арасында жаңағыдай келеңсіз жағдайлар өте көп орын алып жатады. Неге десеңіз, неге деген сұрақ туады. Осы арада мына жерде жаңа көрсеткендей, мысалы, тағы да көрсетейін. Мысалы, 2017 жылы 23% өсім алған екен. Мына ақшаны олар қалай пайдаланып жатыр? Шетелдік банктерде, мысалы,
басқарушы компания деген болады. Сол басқарушы компания банктың ақшасын түрлі жобаларға салып, содан ақша табады. Мысалы, мінекей интернет бизнес стартаптарға дейді, жаңа жобаларға 33% ақшасын салды. Акциялар сатып алған. 15% ақшасын еуропалық компаниялардың акцияларын сатып алуға пайдаланған. Товарный рынокке 8%, американский акциялар 10%, жылжымайтын мүлікке ақша салған. Сөйтіп, сол салып отырған ақшаларының арқасында жақсы өсім табыс тауып отыр компания. Ал біздің банктер не істейді? Біздің банктердің екі табыс қана көзі бар. Біреуі жаңағы кредит береді, ең бастысы кредит береді. Кредиттің ең төменгі пайызы 20%-дан бастап 40-42%-ға дейін жетеді екен. Бұл ақылға сыймайтын жаңағы өсім. Шетелдік банктерде керісінше. Шетелдік банктерде кредиттің мөлшері 3-4%-дан аспайды. Ал депозиттің мөлшері керісінше 15, 20, 30, 50%-ға дейін барады. Ал бізде бәрі керісінше. Өйткені біздің банктерде басқарушы компания деген болмайды. Біздің банктер түрлі жобаларға ақша салып, түрлі экономикалық жобаларға қатысып ақша таппайды. Олардың бар ақша табу көзі кредитке жаңағы ақша беріп, соңға өсіммен күн көреді, және жаңағы банк операциялары арқылы. Бір, мысалы, мен өзім осы өткен жазда сондай бір жағдай болды. 2 теңге қарыз болып қалыппын. 1 теңге 68 деген қарыз болып қалыппын. Сол қарыз үшін маған бір көп қиындық келді. Сол қарызды төлейін деп Цеснабанкқа барып, 2 теңге қарызды төлеу үшін 1000 теңге менен комиссия алды. 2 теңге қарыз төлеу үшін 1000 теңге комиссия алды. Таңғаларлық нәрсе, ақылға сыймайтын нәрсе. Міне осындай біздің компанияларымыз, біздің банктеріміз осылайша ақша табады. Ол тапқан ақшалар, шын айту керек, ауыз жарықсыз бірдеңе, сондықтан да олар депозиттің мөлшері өте төмен. Және біздің банктеріміз бүгін бар, ертең жоқ, жабылып та қалуы мүмкін, банкрот болып қалуы мүмкін, сондай қатерлер өте көп. Ал шетелдің банктері, міне көріп отырсыздар, мынадай ақшаларын осындай жаңағы түрлі жобаларға салу арқылы олар ақшадан ақша жасап өсіріп жатыр ақшаларын. Және сол өсірген ақшаларын басқа салымшыларды тарту арқылы қаржысының капиталын көбейтіп, сол адамдардың табыс табуына жағдай жасап жатыр. Сондықтан да сіздерге, мысалы, инвестиция қаупін азайту дегеніміз осындай жобаларға қатысу керек. Ең бірінші, ол жобаға, мысалы, сіз қараңыз, мына сияқты бұл компания қанша жылдан бері жұмыс істеп келе жатыр. Ұзақ жылдардан бері жұмыс істеп келе жатыр. 20 жыл жұмыс істеп келе жатыр. 20 жылдан бері жұмыс істеп келе жатыр. Нарықта, Сосын жыл сайынғы өсімін көріп отырсыздар мінекей. 20%, 23%, мысалы 22%, жыл сайын осылай өсіп отыр. Және ол ақшаларын осындай түрлі жобаларға салу арқылы жақсы ақша тауып жатыр. Бұлар қаржы пирамидасы емес. Бұлар ақшаны ауадан жасап жатқан жоқ. Жұрттарға кредит беру арқылы ақша тауып жатқан жоқ. Бұлар нақты ақшаларын жобаларға салып, құнды қағаздар сатып алып, солай жасау арқылы ақшадан ақша жасап өсіріп жатыр ақшаларын. Таза жолмен жұмыс істеп жатыр олар. Бұлар өте кәсіби, мықты деңгейге қойған, өздерінің жұмысын сөйтіп, содан ақша тауып жатыр. Сол тапқан ақшасын халықпен, қарапайым халықпен бөлісіп жатыр. Сондықтан да осындай жобаларға қатыссаңыз, сіз жаңағы ақшаңыз жай жатпай өсім әкеліп, жақсы табыстарға қол жеткізуіңізге болады. Әрине, жақсы мен жаманды, алаяқтық жобалар мен шынайы жақсы жобаларды айыра білу керек. Ол үшін зерттеу керек, көру керек, қарау керек. Мен жаңағы шет жағасын көрсетіп кеттім. Ең алдымен ол компания қанша жылдан бері жұмыс істеп келе жатыр, соған назар аудару керек, оның өсіміне қарау керек, және ол компания немен айналысып, ақшаны қайдан тауып жатыр, соған назар аудару керек. Және компанияның мысалы кері адресі қандай? Мына жерде кері адресі тұр. Компания қайда тұр? Міне электронды поштасы бар, жаңағы адресі бар. Мына жақтан қарасаңыз телефондарын да тауып алуыңызға болады, мысалы бәрі бар,
кері байланыс мына жерде мінекей телефондар бар. Мына біздің контакт сырда Ресейдегі контакты мінекей. Офис қай жерде қалай хабарласуға болады, бәрі тұр мысалы, иә. Осылардың бәрі қарап отырып, бұл жоба дұрыс жоба ма, дұрыс емес па, алаяқтық жоба ма, соны анықтап көруге болады. Жалпы Vista есепшот туралы, депозит туралы сіз осы видеоның астындағы сілтеме арқылы сайтқа кіріп толық ақпарат алуыңызға болады.